Ассалаумағалейкум қазақ елі, тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, мынау интернет әлсіз болғасын, үзіліп қалды. 7 минут қана жалғасты. Қазір көреміз, екінші стримді жалғастырамыз. Мынау Қызылжар қаласына өзінің тарихи атауын қайтаруға қатысты мынау архивтен бір құжат табылды. Сол құжатқа сүйеніп, бұл енді Петропавловсктің атауын өзгертуге болады. Өзгерту емес, тарихи атауын қайтаруға. 1925 жылы Қазақ автономиясы, Қазақ СССР Петропавловск қаласын өзгерткен. Өзгертіп, мөр басып болды. Бірақ ол кезінде депутаттар өзгертеді, бірақ мақұлдайтын политсовет, Верховный коммунистическая партия дейді ғой. Енді бұл коммунистический партия жоқ, бірақ тарихи атауын міне менің қолымда қазір мынау тарихи құжаттар архивтен алынған. Қазір достар, мен бұны сообществоға саламын. Менде өкінішке орай бұндай мүмкіншілік жоқ. Ондай көмектесетін нелер жоқ. Модераторлар әйтпесе мына жерге шығаратын едім құжатты. Сондықтан Петропавлдың қазақтары, егерде сіздерге бұл қызық болса, егерде біз мұны ономастикалық комиссияға көмектесу керекпіз. Өйткені қазір бұлай болып тұрды. Бұл архивтен бұл құжатты неге шығарды, біз оны білмейміз, өкінішке орай. Неге 30 жыл бойы бұны айтпады. Енді білмеймін, қандай мынау саяси ойындар, немесе Түркия айтты ма Назарбаевқа, қорықпа, өзгерте бер, мен саған гарантия берем деді ме, оны бір Құдай біледі. Нағып Ақорда рухтанып қалды. Және архивтен нағып бұл құжаттарды шығарып журналистерге берді. Журналистер ертең бүкіл қазақстандық мынау Жас Алаш газеттерінде ертең таратады. Бұл архивтік құжатты шығарады. Енді біздің азаматтық қоғамның міндетіміз қандай? Қазір бұны бүкіл басылымдарға шығарады, газеттерге. Енді бұлай болады, енді тартыс болады. Азаматтық қоғам қазақ мынау атауын өзгерткісі. Мынау ресейшіл қазақтар, империалист, нацист, Ресейге Петропавлда қосылуын қалайтын орыстар мен қазақтардың арасында тартыс болады. Сондықтан менде мынандай бір ұсыныс бар. Қызылжардың қазақтары, Петропавлдың қазақтары маған WhatsApp-қа мына жерде міне 380 680 25 27 25 нөмірім бар. Петропавлдың қазақтары хабарласындар. Қызылжар атауын Қызылжар атауын қайтарамыз деген бір инициативтік бір топ ашу керекпіз. Апта сайын кездесіп, соны айтып, керек болса осындай футболкалар шығарып, мы за переименование, мы за возрождение исторического названия Қызылжар деп па, сондай футболкалар шығарамыз ба? Қандай да бір идея, ойларыңыз болса, маған хабарласыңыздар. Петропавлдың қазақтары сіздерге айтып жатырмын, және осы стримді Петропавлдың қазақтарына таратыңыздар. Сіздерге қызық болса, осы архивтан алынған құжаттардың оригиналдарын сізге WhatsApp-қа жіберемін, дәлел ретінде. Енді қараңыздар, сіздерге оқиын. Центральный исполнительный комитет советов рабочих трудовых дұрыс көрінбейді. Президиум казахского ЦИК на
ходатайство Акмолинского ГУП исполкома от 1 августа из своего постановления от 19 сентября сего года настоящим возбуждает ходатайство о переименовании губернского центра Акмолинской губернии города Петропавловска в город Кызылжар. Необходимость этого переименования вызываются следующим. Название городов чести святых Петра и Павла не отвечает атеистическому сознанию рабочего класса. Второе. Название Кызылжар истори установилось среди масс местного казахского населения. Председатель КАСЦИК Мунбаев, секретарь ЦИК Аралбаев. Енді қараңыздар. Выписканы оқыдым. Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян и Красной Армии, депутат от 2 октября 25 года за номером 2299, Москва, Кремль. В административную комиссию в ЦИК. Президиум в ЦИК препровождает для рассмотрения ходатайства ЦИКа Автономной Казахской ССР Республики от 22.09.25 года за номером 16320 о переименовании города Петропавловска в город Кызылжар. Заместитель секретаря в ЦИК С. Асфандияров, зав. Отделом национальности при президиуме в ЦИК Старков. Достар, мне осындай архивті құжат қолыма түсті. Енді на основании этого документа город Петропавловск был переименован Казахским СССР в 1925 году. Все. Это документ оригинал. Он сейчас в архиве. На основании этого документа просто надо вернуть исторически. Он переименовался в 1925 году. Просто до того сильная, партия Алаш до того сильная была, она вот занималась всем. То есть даже вот начала возвращать исторические названия, но их, как вы знаете, да, большевики всех арестовали и расстреляли. Но они успели перед смертью переименовать Петропавловск в город Кызылжар. И этот документ ушел в Москву, но Москва не утвердила, где-то затерялась. Так, теперь у нас есть этот оригинал документа. Мы теперь не подчиняемся Москве. Этот архивный документ берет аномастическая комиссия, отправляет в Астану, и все. Республиканская аномастическая комиссия говорит, вот, есть оригинал документа, он был переименован в 1925 году в город Кызылжар. Мы просто возвращаем ему историческое название, и все. Поэтому все зависит от нас. Я всех жителей, казахов города Петропавловска призываю позвонить мне на этот номер WhatsApp, и мы создадим инициативную группу и будем совместно работать с аномастической комиссией Петропавловской области, с республиканской комиссией. Все зависит от вас, от местных жителей. Насколько вы... все в ваших руках. Если вы не будете активными, и вот местные казачки, вот эти пророссийские силы, которые ходят с буквами Z, с георгиевскими ленточками, и которые зовут русский мир и Путина, они сейчас могут, поэтому
не будьте, ай бәрібір біз сізде шешіледі. Сондықтан қазақтар, Қызылжардың қазақтары осы үндеуімді жан жақты топтарға таратыңдар, WhatsApp топтарына. Және маған хабарласыңдар. Мен сіздерге осы құжаттың оригиналын WhatsAppқа керек болса жіберемін. Топтарға таратыңдар. Және осы Қызылжар атауын, тарихи атауын қайтарамыз деп өзіміз осы атауын қайтаруға қатысты біз бір инициативтік топ құрайық. Сондықтан Петропавлдың қазақтары, Қызылжардың қазақтары маған хабарласыңыздар, ел болып осыған араласайық. Өйткені қазір былай болады да, мына республикалық ономастикалық комиссия. Егерде орыстар чулап шықса, сосын айтады, ой, керек емес мыналар қазақ. А егерде біз қазақтар көп болсақ, онда айтады, істей беріңдер, жақсы келе жатыр, халықта қолдап жатыр, әлеуметтік желіде де қазақтар бәрі тарихи атауына қарсы емес. Сондықтан қазақтар бәрі біздің қолымызда. Осы эфирімді осымен аяқтаймын. Және